Biz жұмыс жасаған кезде Word'ды ашудың 3 жолын үйрендік. Жалпы пушты басамыз және осы жерден біз өзімізге қажетті Word немесе Excel'ді іздейміз. Егер осы жерден таппаған жағдайда, Word немесе Excel'ді таппаған жағдайда, мына жақтан міне бізде Word тұр, иә, бұл бірінші жолы. Екінші Microsoft Office деген папка болады. Егер ондай папка жоқ болса, демек ол осылай Word болып өзі жеке тұр деген сөз. Қараңыздар, бірінші бізде осылай экран ашылады. Және де бізде осындай шаблондар бар. Word'ды ашқан кезде ең бірінші бізде осындай шаблондар шығады. Мына жақта ең соңғы ашылған документтердің тізімі тұрады. Осы жақтан открыть другие документы деп сіздер мысалға өзіңіздің осы компьютердағы документтеріңізді көрсеңіз болады, немесе обзор жасап жаңағыдай файлдарға кіріп осы жақтан іздеп көрсеңіздер болады, өзіңізге қажетті документті. Мына жақта загрузки бар, осы жақтан қарауға болады қажетті документті. Соңғы жұмыс жасаған документ осы жақта осы списокта тұрады. Мына жақта последний деген осындай списокта тұрады. Енді бізде мындай шаблондар бар. Бұл шаблондардың ішінде резюме жасауға арналған немесе қандай да бір справкаға арналған әртүрлі осындай шаблондар бар. Ішінен өздеріңіз қалағандарыңызды ашып көріп, ақтарып, бос уақытта қарап көрсеңіздер болады. Ал негізінен біз көбінесе жаңа документтен бастаймыз. Новый документ деген жазамыз. Енді қараңыздар, бізде мынандай жолақтар бар. Көріп тұрсыздар. Бірінші жолақта біздің меню жолағымыз. Менюді бірінші файл деген кнопкада сіздер бұл жерден басқа документті создавать етсеңіз болады, жаңадан басқа документ ашсаңыздар болады, сақтасаңыздар болады. Мысалға осы компьютерға немесе басқа жерге деген сияқты просто сақтауға болады, немесе сохранить как деп қай жерге сақтаған жеріңізге дейін біліп көріп алсаңыз болады. Сохранить как деген кезде, мысалға мен рабочий стол таңдайтын болсам, осында мен оның данныны жазамын. Қараңыздар. Рабочий столдағы документтер тізім. Маған керек болады мына жерге енгізу керек. Арайда жазайын, я просто так. Жасай. Мына жақтан документті қай түрде сақтауға болатын түрлері бар. Көріп тұрсыздар. Жай ғана Word документ ретінде сақтауға болады, оны өзгерте аласыз. Және де PDF-ке айналдырып, қиналмайсыз жасаған документті егер PDF форматта сақтау керек болатын болса, сіз жай ғана жасап біткеннен кейін мына жерден PDF форматын таңдап сақтасаңыз болады. Ол кезде сіздің документіңіз PDF форматта сақталады, және ол қайтадан өзгертілмейді. Сол себепті бірінші міндетті өзімізге сенімді болып аламыз, ол документті енді өзгертем ба, өзгертпеймін ба деген ойды жаңағыдай өзімізге нақтылап аламыз. Және содан кейін өзіміз солай сақтайтын боламыз. Міне, сақтадым. Менде рабочий столда сақталып тұр. Мына жерде 3 кнопка тұр, көрдіңіздер ме? Осы 3 кнопканы мынасы свернуть, яғни ол бізде мына жаққа панель задачқа барып тұрады. Қайтадан бассаңыздар, қайтадан ашылады. Және де мынау кішірейту немесе үлкейту кнопкасы. Мынаны бассаңыздар, экрандарыңыз не үлкейеді, не кішірейеді. Не болмаса толықтай жабылды. Жаптым, жабылып кетті. Енді қараңыздар. Ойламаған жерден сіз документіңізді ашып тұрған жеріңізден жауып алдыңыз. Бірақ біз естеріңізде болса, бірінші сақтап алдық. Ол бізде не жерде. Көрдіңіздер, мысалға ашсақ болады. Екі рет басамыз. Міне ашылды. Ал егер біздің документіміз ондай сақталмаған болатын болса, қандай болушы еді? Енді жауып көрейік просто. Жаңадан документ ашайық. Жаңа
ашпақ. И мында жазып берген мысалға кез келген бір сөз. Енді біз бұны жабамыз. Жапқан кезде сізге не істейсіз деген сұрақ шығады. Яғни сақталмаған жағдайда сізге не істеу керегін сұрап тұр сізден. Сақтасаңыз болады, мүлдем сақтамай жауып тастасаңыз болады, немесе сақталып жаңағыдай жабуды отменаны бассаңыз жабылмайды деген сөз. Яғни сіз мен толық жабамын дедіңізде, бірақ одан бас тартып отмена жасайсыз. Сіздің документіңіз жабылмайды. Енді не сақталмайды десем, мен уже ол документті қайтадан аша алмаймын. Біз жаңағы ашып алғаннан кейін ол экранға қояйық. Мына жерде біздің документтің атауы тұр. Арай деп жазып тура сол документтің атауы солай тұр. Сіздер де солай көрсеңіздер болады. Документтің аты қайсы деген кезде осы немен көрсеңіздер болады.